Сәлеметсіз бе, құрметті тыңдарман? Әңгіме басталмай тұрып, лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыз. Жеңісбек Көкенов. Көшпелі ауыл. Таңертең аудан басшысы жұмыс барысымен қалаға бара жатып, жолдың арғы бетіне басқа бір ауылдың көшіп келгенін көріп, таң қалды. Алғашында ол өз көзіне өзі сенбей, состиып тұрып қалды. Кеше ғана ол жерде ешкім жоқ болатын. Ал қазір қаптаған қара халық. Тіпті жас балалардың өздері де ересек адамдарша ерте тұрып, ел қатарлы жұмыстарын істеп жүр. Түкке түсіне алмады. Ұйқым қанбаған шығар деп екі көзін уқалап ашып қайта қарады. Өзі көрген тұп-тура жаңағы көрініс. Не де болса бара көрейін деп, көлік жүргізушісіне солай қарай апаруын бұйырды. Ханның тағындай биік қылып жасалған ағаш орындықта ауыл ақсақалы отыр екен. Түрі суық, бойшаң денелі кісі. «Балам, қайдан келесің?» деді. Қатқыл шыққан дауыстан аудан басшысы шошып кетіп, бойын тез жиып ала қойды. «Сіздер қайдан көшіп келдіңіздер? Соны білейін деп едім», деді сасқалақтап. «Шұрайлы жер іздеп көшіп қонып жүрген елміз. Егеменді елміз ғой, неге әлі көшіп қонып жүрсіздер? Берешегінен алашағы көп өкіметке бағынғымыз келмейді», деді ауыл ақсақалы. Сәл үнсіздіктен кейін сөзін қайта жалғады. «Мына жер мал бағып егін салғанға қолайлы жер екен. Осы жерде біраз қоныстанып, еңбек етіп күн көреміз», деді. «Олай болса қоныстарыңыз құтты болсын. Сіздерге бүгіннен бастап жаңа әкім жіберемін», деді аудан басшысы. «Керек емес». «Неге керек емес?» «Арамыз жер мен көктей». Аудан басшысы қалтасына қолын салып, машинасына барып отырып үндемей жүріп кетті. Аз күннің ішінде бірталай жер айдалып, егін салынды. Әйелдер бау-бақша гүл егіп, балалар ағаш шыбықтарына кезек-кезек су құйып, айналаны көгалдандырды. Көп кешікпей ауылға жаңа әкім келді. Келе салып халыққа салықтың түр-түрін салды. Еркіндікте өмір сүріп қалған оларға әкімнің айтқандарының бәрі бос сөз болды. Одан қала берді халықты жиып алып, күндіз-түні аузы көпіріп сөйлеп, кейбір түсініксіз жайттарды қайталап айтып түсіндірді. Бірақ оның бірде-бір тапсырмасы орындала қоймады. Қатты ашуланған ол, «Көрсетем сендерге» деп, аудан басшысын ертіп келуге орталыққа кеткен. Кеше ғана тіршілігі бұрқырап қайнап жатқан ауыл, бұлар қайтып келген кезде орындарында жоқ болып шықты. Екі басшы бір-біріне қарап, аңырып тұрды да қалды. Жұртта аяғы ақсақ жалғыз итпен арбаның сынық доңғалақтары ғана қалған. Бықсып жанған жер ошақтың айналасында құмырамен шыны ыдыс аяқтардың сынығы күнге шағылысып, жылтырап жатыр. Ауыл сосын әкімі осыған дейін ешкімге тіс жарып айтпай жасырып келген құпиясын аудан басшысына айтып түсіндірді. «Солай ма?» деп темекісін тұтатып, құшырлана бір сорды да түтінін сыртқа үрлеп жіберіп, «Иә, солай болатын», деді ауыл әкімі. «Қам жеме, бұған сен кінәлі емессің. Жүр кеттік, машинаға отыр, жылжиық», деді. Бір кезде ит басын оң жаққа бұрып үй салды да аспанға қарап, дауысын созып ұзағынан ұлыды. Бұлар ит ұлыған жаққа қарады. Көштің шуатылған арба іздері ирелеңдеп сайрап жатыр. Ауылдың бұл жолғы беталысы батыс жақ екен.